Kelingizler. Hoş geldiniz. Hadi bir Almatının aportlayı olup hoş geldinizler. Toy mutlu olsun. Qanday keremет көңіл күйдесіздер мінекей. Сарыйла жерлерде талай мінекей өнерлер бақтың киелі топырағын басып, мінекей 25 жылдық түлектеріңізбен бас қосып, көңілдеріңіз кең болып жатыр. Мәңгілік осындай көңіл күйде жақсылықта қуанышта жүргіздер деп жатыр. Мен енді сіздер шақыртқан себебім, бәріміз мінекей 1-ші класстан бастап 11-ші класқа дейін бірге оқыдық. 11 жылдық шығар өзі мектебі? Сол кездегі бір қызықты, мына есте қаларлық бір жағдайларды, бір өздеріңіз ойға түйіп жүрген, осындай жерде айтсам екен деп жүрген бір жақсы қызықты оқиғаларды бір айтып берсеңіздер. Мысалға мен айтып кеткен, Абзал өзінің енді бір класында Ақмарал білмейді ғой. Бір класында болған не қызықты оқиға. Мысалға ол бір балалықпен істеген бір бұзықтығы ма, біреудің бір енді сондай бір күлкілі жағдай, біреулер мысалы ұйықтап қалатын болады деген сияқты ғой. Мысалға біреу ана қиын мысалға келген кезде қашып кетеді деген сияқты ғой, сондай ше. Ақмарал мысалға бізде қандай болды класында, соны айтып класстарын айтып береді. Енді бұл сіздердің кездеріңізде ондай қызықты оқиға көп. Қазіргі мектептерде ондай оқиғалардың бірі жоқ ағайын. Сондықтан сіздердің кездеріңіздегі қызықты бір мәліметтерге бір құлақ түріп алсақ, кімнен бастаймыз? Ал, кәне. Өте қиын сұраға. Мектепте бұндай сұрақ болмаған деп. Негізі әрбір күніміз қызық болды. Ал, тыңдайық енді. Балалықке барды, балалық шақта әртүрлі небір жаңағы қызық жағдайлар болды. Оның бәрі де аса жаңағы мен бұнымен айтайын, бірақ мен мектепте болғанда балалық кезде болған нәрсені айтайын. Ал, тыңдайыз, Аглас айтайын деп жатыр. Екі алып қалған кезіңіз бар ма, сабақтан қашқан кезіңіз бар ма? Балдардың сондай. Мен айтайын, бізде жаңағы біз 9-10 класстан бастап вечерден бола бастады ғой. Өмір ешқайда бармаған. Вечер деген нәрсеге кешке мен шықпаймын екен, бізде ондай болмағанда. Бір күні маған қалып қою ұят. Бәрі барады, мен бармаймын. Сосын бір күні мен барғандардың қатарына кірдім. Барған жоқпын, бірақ ше күндіз болды. Күндіз болма, түстен кейін болма, бір нәрсе болды деді мектепте. Сонда мен барғандардың қатарына тұрдым. Ойды, вообще сұмдық, мен өз есімде қалғаны, мама мектепте істейді, папа мектепте істейді, ата-аналар шақырмасы бар ма, бала екеуі болды. Сондай бір балалықпен артымды ойламай, ана барғым келеді ғой, бірақ бармаймыз, ешқайда шыққан жоқпын ғой негізі. Сондай бір ақымақты балалық бір күлкілі жағдай болды. Класстастармен бірге болдым дегім келіп тұр да, бір өзім қалам, 2-3 қыз қала, қалғандар баратын болады бір асыда көп деген болмағанша, көрмеймін. Сондай бір не болған. Рахмет! Өзің замандағы біздің сол заманымыз өзі қатаң тәртіппен біз мен өзім класста старший комсорг болған, ол бізге сабақтан қалуға да болмайды, берілген тапсырманы орындамауға да болмайды, бірақ неше ғана әмәл еске түсірген. Абзал деген кезінде диктант бақылау жазған кезде көрсетпейтін деп. Вот солар ойнап біз жайлы естелікті, ал бізге қателік жасау ол кезде болмайтын. Дұрыс айтасыз. Қошеметтеп қояйық арада. Енді сіздерде қандай керемет тәртіпті отбасынан шыққансыздар ғой. Ол кезде дұрыс айтасыз, бірі барады, бірі бармайды түгінде. Қазір рахат болып, қайға барасың, подружкам мені қонайын деп барады, бүйтіп вечерде жүреді, қазір рахат дүние болып жатыр. Айтыңыз. Мына Нұқа екеуміз көрші болдық қой. Содан бір күні жаңағыдай тауықтар ұстайтынбыз. Айтар не қатысы болды. Сонда бір күні анау сеуіліп кетті бәрі. Мұнан бәрін сойу керек еді жетті. Білесің ба, Нұқа? Бір күнде біз 20 тауықты сен сойдың. Былай жинап тастаймыз.
Білесің ба, мен есікте қалмай қалған балалық кезімізде. Мамам, папам екеуі мектептен келеді, обедке келсек, шауып жоқ, бәрі сөйтіп тастайды. Мен жинап, мысалы сөйтіп қойдым. Көп шығамыз, ол да балалық, мен ұмытпаймын оны. Ол да мысалы ше. Бір күнде. Жер балалықтың балаларға ғана келіп қалды. Сендерге тауықтарыңыз болса айтып тұрыңыздар. Жер балалығымыз соғыс тауықтар есі оятып құдірет қалай қойыңыздар иә. Енді мына қандай керемет еске түсіріп жатыр. Бұл енді бәріміздің басымызда да бір сондай қызықты оқиғалар бар. Өзі мына 25 жылдық тарих деп айтуға болады сіздердің де кейін. Жалпы осы ер азаматтардың бойында да, әйел азаматшалардың бойында да әрбіріндегі қызықты оқиғалар бар, Құдайға шүкір. Оның бәрін тыңдап отырсақ, мына өзі сіздердің 20 жылдықтарыңызда бір шығатын жайымыз бар. Сондықтан өзі Алматыдан келіп, ойын түйіндесін, бір қызықты мәлімет ақтарсыздар, арнайы айтып жатқан осы Абзал мен Ақмаралға бір қошемет тұрып, өзіміздің кейін сый-сияпатымызды паш етейік. қатысуымен екі класстасым шығып ғой, А классынан Ақмарал, Б классынан Абзал өте жақсы балалық кезіміздегі жақсы естелікті айтты. Енді осы екі қызға ескерткіш ретінде үйіне іліп қойып, осы гүлдерге қарап бізді әрқайсымызды еске алып, осы қып-қызыл гүлдерді әдемі болып екеуі құлпырып, кеше сондай Абзалдың керемет болып кеткендігі сол, біз кеше Абзалды танымай құдасымызды. Тіпті ойлаған жоқпыз, қандай керемет, Құдайға шүкір, бүгін Абзал отбасылы кезінде Абзал бізде спортсмен атауы мектепте. Мені көп ұратын. Мен сол кезде Абзалдан таяқ жеп, мен қазір жеп көрсем, мен таяқ жеп деймін ба? Бірақ мені ұратын, иә. Міне, бізде ойлаған жоқпыз. Міне, бүгіндегі керемет отбасы, анасы болып, екі қызы бар, Құдайға шүкір, Алла тағала берген екі ұлы бар, отбасы бар, жары бар, бізге келіп, осы қуанышымызды келіп бөлісіп жатыр. Сондықтан да біз құрдастарымыздың атынан Абзалға үлкен рахметімізді айтамыз. Және сол 11 жыл бірге мектепте оқыған уақыттағы осы барлықтарымыздың белсенділіктеріміз бар. Бүгін біз қазір осы марапаттау, номинация беру деген сияқты біз бөлімді ашып жатырмыз. Сондықтан жігіттер реті келсе сыртқа шықпай, осы жерде бір 74-дің ұлы, бір 74-дің қызы болып осы жерде отырсақ деп сұрайын деп отырмын. Енді мына алысқан біздің құрдастарымыздың атынан мен енді оқып жіберейін. 1981-1991 жылдар аралығындағы номері 232 орта мектеп түлегі Аяпова Абзал 25 жылдық кездесу қорының алғашқы салымшысы номинациясымен марапатталады. Білесіздер, біз кешеден бері айтып жатырмыз. Біз осы кешке осыдан 3 ай, 4 ай бұрын дайындалған болатынбыз. Біз толық осы дәрежеге отырамыз деп ол кезде ойлаған жоқпыз. Құдайға шүкір, барлық тілегіміз, мақсатымыз қабыл болып, бас қосуымыз болып жатыр. Сол кезде ең бірінші естіген бойдан Абзал мына біздің елдан бірден суретке түсіріп WhatsApp-қа міне жіберді, ұйымдастырып жатырмыз, мәслихат болып жатыр деп. Ертеңнен 24 сағат болмай бірден біздің ашылған счетымыздан Абзал ақшаны салып, алғашқы кездесу қорының салымшысы болды. Сондықтан да сол Абзал қалғаннан кейін Абзалдың артынан ақшалар түсе берді. Сондықтан Абзалға номинациямен мына сыйлықпенен марапаттаймыз. Азаматымыз әкімді болған уақытта. Қошемет қойыңыздар. Келесі мына алысқардың реті жаңа Ақбастан шығып, осындай дәрежеге атсалысу мына Ақмаралда да болды. Құдайға шүкір, мені отбасы аман, барлығы дұрыс болса мен жетемін, барам деді. Біз сонда да болсақ, келмеген қыздарымыз өз аяқ астынан келмей қалып жатты. Бірақ бізге сонда да болса бұл қалай болады деп, әйтеуір мына қасына азаматын ертіп, соның барлығы Бақытжанның арқасында осыдан 15 жыл бұрын 10 жылдық кездесу болғанда да осы Бақытжан келген болатын. Осы Бақытжан тағы да келіп, біздің осы қуанышты кездесуімізге бас қосып жатыр. Сондықтан біз мына күйеу баламызды да құттықтап айтамыз. Енді мына алысқа 1981-1991 жылдар аралығындағы номері 212 орта мектеп түлегі Абдрахманова Ақмарал Алматыдан келген Ару Құрман
Rahmani 1981-1991 жылдар аралығында номер 238 орта мектеп түлегі Сарымсақ Барова Сұлу Құрдас номинациясында
дәл осындай бақытқа ие болған әркімдердің енді арманы бұл осындай жаңағы жетістікке жеткен отбасындағы біздің ортамыздағы өзіміздің құрдасымыз барын айтып жатырмыз. Бір класста оқыса да бізде бір класста оқып үйренген ұлдарымыз бен қыздарымыз бар. Осындай бәкіндегі алғыстар 1981-1991 жылдар аралығындағы номері 232 орта мектептің түлектері, сол кездегі 11-ші Б сыныбының түлектері Әлібеков Нұрлыбек пен Байсалова Галина алғашқы ата әже номинациясымен марапатталады. Алғашқы ата әже номинациясы. Біздің ортамызда ең алғаш рет ата әже болып не болған? Сендер маған түгіріңдерші, мен де әже болайын. Қалай түгіріңдер олай түгіріңдерші ма? Ал енді дәл осындай мәтінде біздің құрдасымыз кеше өздеріңіз білесіздер, жаңағы ат тербетпейміз келіп ең алғаш осы аяттарыңызды өздеріңіздің туған жерлеріңізге армандап келген ауылдарыңызға туған жер қандай екен деп ең бірінші сол елге келіп аяқтарыңызды басқанда сіздер мына Нұрхан мен Айжанның үйіне бас бердіңіздер. Сол үйде біздің барлық тойымыз барлығы басталды. Біз осы барлығымыз осы 25 жылға қалай дайындалсақ, бізден де екі есе қаттырақтау дайындалып, бізді күтіп қонақ қылып, апайларымызды, ағайларымызды күткен біздің екеуі де біздің бірге оқыған Нұрхан мен Айжанды қонақжай отбасына номинациясымен марапаттаймыз. Кезінде мені алшын жалынын алғайтқан әйелімді тауып, керемет бүгінде балалы шағалы болып отырған біздің құрдасымыз Жаңабай Өмірбекті еңбекқор отбасы номинациясымен марапаттаймыз. Жаңабай Өмірбек еңбекқор отбасы. Кешеден бері айтып жатырмыз ғой, Құдайға шүкір, бағана Жандостың бір сөзіне құлағыма іліп қалдым. Ол өзінің көкірегінде, жүрегіндегі жүрген бір үлкен ойланып, ой тастаған жүрегіне соны сыртқа шығарды. Мен риза болдым Жандосқа. Біз кезінде істеген кемшілігімізді бүгінгі күнде біздің балаларымыз жауып жатыр дейді. Бұл деген ойланып қарасаңыздар үлкен мән мағынасы бар нәрсе. Біз кей кездері жастықпен жасау осындай кездің өзімізде бізде жетіспеушіліктер болып жатыр. Бірақ көп нәрсеге біз асықпай өйткені бізді Алла Тағала балаларымыз арқылы жеткізіп жатады соның барлығына. Біз балаларымыз арқылы биікке самғаймыз. Біз соны армандаймыз. Біздің балаларымыз жас болса, біз ертең керемет боламыз шындығына келгенде. Ол сөзді Жандостың риза болды. Біз алмаған бесікті біздің балаларымыз алып мақтау қағазын алып беріп жатыр. Соның барлығына өте риза болдым. Енді мына Қуаныштың баласын айтып жатырмыз ғой, өте керемет бала Қуаныштың баласы. Тіл көзіміз тасқан, былтыр өзінің естелесі болар, өзінің алған тәрбиесі, өзінің бір жастық жалынан алған ұмтылушылығы болар. Былтыр ұлттан жақсы бал алып, серпін бағдарламасымен білмейсіздігінен бөлінген. Соның жұмыстасындай бағыттарға тіршілік бар, ал ешқандай қозғау жасай алмаймыз. Бірақ сонда болса, осы еркелеп өзінің жұмысын тастап жауапкершілікті бізден де еңбекке түсіп, бүткіл олардың 20 адамның мен айтайын жұмысын атқарып жатыр. Мына ең алғы марапаттарын беріп отыр мен шыны керек. 25 жылдық кездесу кешінен
ол да маған ой тастады. Қарап отырсам, ол да уже шынымен кіріп бізге осы жаңа шығармаға соңынан біз осындай номинация бердік. Енді келесі тағы бір күйеу баланы марапаттағым келіп отыр. Бізге ол басында 10 жылда да бірге болып сөйлесудің өзі жағымсыз емес, жағымды тіршіліктеріне сөйтіп ой болып бізге осы әділет жақсы көріп сол күйеу баланы. Осы кездесу кеші қонағы жағымды, қуанышты, сүйкімді күйеу баланы. Осы марапатпен марапатталғанымыз. Енді осының барлығы сіздерге үйге барып сақтап қойыңыздар. Мына номинацияларыңызды ана рамкаға салып қойыңыздар, іліп қойыңыздар. Өйткені бүгінгі кешті дәлелдейтін, бүгінгі кештің сіздерге қатысқандарыңызды дәлелдеп, былай не бар? Бұл шындыққа келген естен осы болып қалады деп ойлаймын. Сонда да барлықтарыңызда марапаттарыңызда құтты болсын. Әрі жалғастырайық, керемет бір әрі кешті жақсылап өткізейік. Рахмет. Бүгінгі отырысына марапаттау қалған аллаға сіздер 50 жылдықта Құдай қаласа аласыздар. Сол күнге жеткізсіз сіздердің мінекей. Осы алып жатқан өздеріңіздің мінекей қыздарыңыз, сапаттай қыздарыңыз. Осы жалпы әкелер әкелер берсін, құрметпен қабылдай, әкелер аман болсын деп жатыр мінекей. Сіздердің құрметтеріңізге рахмет. Қандай керемет әкет болған алып беріп жатыр. Түгел жайғасайық. Көңілдеріңіз жақсы ма? Тойды кел. Мен енді жалпы осындай кішкентай балалармен де жұмыс жасап жүре беремін енді. Сондықтан енді ғана үлкен ағалардың аналарыңызды басатты декен. Бүгін осы Найман
Bir oyun oynap. Osa sizlerge de barına yalgamındaki prizlerimiz var. Soğan tabıslı olsa. Endi bu жерде sen шығып, мен шығып дегенмен бұл жерде шығатын адамның жайын байқамай тұрмын. Мен өзім шығарсам қазір. Осы тойға ат салысып, біздің 25 жылдық құтты болсын деп, осы тойға шын ниетімен, шын жүрегімен келіп жатқаннан кейін сіздің есіңіз. Келіңіз. Мені басқа келе беріңіздер. Енді бүгінгі осы ойынап тарихта қалай, есте қалай, Құдай қаласа 20 жылда ел жаңа деп шақырған заманда бір-бірімізді көріп отырамыз мінекей. Келіңіз. Үшеуміз келдік. Енді Нұреке, сіз өзіңіз келсеңізші. Осы тойға атсалысып, барша құрдастардың басын қосып мінекей. Сіз де келіңіз қатарға. Енді 4 кісі бәріміздің әйелдеріміз үшін бұл. Бірақ әйелімізді алып шықпаймыз. Өзге келшектерді алып шығайықшы. Төртеуміз 4 келшек алып шығайықшы. Төртеуміз 4 келшек. Төртеуміз 4 келшек алып келейік дәнекей. Сізде. Төртеуміз 4 келшек алып келейік. Бұл енді бұл тойда әрбір ағайынның ойнатып жүрген ойыны бұл. Ұят болар, ешқандай еш жоқ, ұялмай келе беріңіздер. Келе беріңіздер. 4 жігіт, 4 қыз алып келейікші. Міне, мен сіздерге орын дайындап жатырмын. Отыра беріңіздер. Отыра беріңіздер. Отыра беріңіздер. Бәріңіз отыра беріңіздер. Бәріңіз. 8 кісі араласып отырайық, араласып. Араласып отырайық, араласып. Алтау, біреу қойды. Кесейші. Қашқашсы. Міне, сізге де орын бар. Енді ойынның шартымен танысып алайық. Бұл енді мына бала кімнің баласы, кімнің запчастысы? Біреу басып кетіп жүрмесін. Ойынның шартын түсінейік. Отырған кісілер сіздерге де байланысты, тікелей. Сіздердің көмектеріңізбен болатын ойын. Қазір отырып билейміз. Түргел бүйту жоғынан арқаларымыз қозып. Отырып билейміз тек қана. Бірақ музыканың арқанымен. Сонан соң мен музыканы тоқтатамын да бір заттың атын айтам. Соны алып келесіздер. Отырағандастар алып келіп. Маған көрсетіп, міне демеңіздер, отыра беріңіздер. Кім соңынан келеді, ойыннан шыға береді. Мен өзім айтам. Соны алып келесіздер. Осы жердегі бар дүние ол. Ал кеттік музыка. Ал өмір билейкені. Өзгеден аламыз. Отыра беріңіздер, маған көрсетпейін. Өзгеден аламыз, өзгеден. Алтын сақина 2. Өзгеден аламыз. Алтын сақина. Құдай, алтын тақпай келгенсіздер ме бәрілеріңіз? Берсеңіздер, алтын сақина 3. Ағамыз ломбардқа бір алтын өткізіп келатқан адам сияқты келатыр жайын. Неге сіз келеді? Болмайды, әркім өз нәрсесін алып келу керек, бір-біреуден. Қана? Бермедіңіздер ба сіздер? Құрдас деген аттарыңыз қойып қолы, бір-бірлеріңізге көмек қылмадыңыздар қолы. Қанығы сіздерді? Сіз кім? Сіз кім? Бұл енді қырдау болған сіздер түстеп, сіздер өз-өздеріңізбен арпалысып жатсыздар. Біріңіз әңгіме айтып жатсыздар.
Енді мына егелерді берейік. Егесіне берейік. Мен қайтадан бастап түсіндірейін қазір. Қайтадан бастаймыз. Білмеймін, кезінде мұғалімдеріңіз нашар болған ау дейсіздер. Әлде сіздер тамағансыздар ма апайларыңызды? Түсінді бұл кісілер, бірде түсінеді кісілер, бірде түсінді. Мен бір заттың атын айтам, музыканы тоқтатам да. Соны сіздер мына кісілерден аласыздар. Өзінен алмайсыздар, өздеріңізден, тек отырған кісіден аласыздар. Түсіндік бұл. Ал кеттік музыка. Аға, студио. Отыра беріңіз, ой білген дейінші. Алтын алқа, бір. Айгүл. Алтын алқа, бір жарым. Алтын алқа, сіздер көмек қыласыздар. Соңын алма қалған кісілерге кір жуғыш машинасы бар ағайын. Алтын алқа, бір жарым, екі жарым. Берсеңіздер Құдай ағай әлі жүр. Әлі келеді. Апайда ешкіммен связь жоқ дейді. Бұл сізде алынбайды. Рахмет. Рахмет. Ағай отыра алды бірден. Сіздікі қайда? Рахмет. Есіміңіз не? Қалдашқа бір қошемет тұрайықшы. Қалдашқа алтын бермек түгілі қошемет тұрмай жатыр. Бұл мына кісілер Құдай ау. Алтынға қалдашқа қошемет тұрайықшы. Алтынның құрметі деп 50 грамм ішіп жатыр мына кісілер. Рахмет, қандай шетесіз. Орныңызға жайғасыңыз. Қана алтындарыңыз. Міне, ойынды түсінген кісілер әкеліп жатыр шәйменде. Болып. Рахмет, егелеріне берейік. Ломбардқа кетіп қалмай тұрып, апа түсіндіңіз ғой дейді. Жұрт жүгіріп жатқанға сіз де жүгірдіңіз ғой дейді. Беріп қайтадан келейік. Так, екі кісі кетіп қалды ғой бірден, қатыспастан. Елден де үйреніп келатыр. Айгүл апа үйреніп атсыз ба? Жақын отырсаңызшы, жақын. Қорықпаңыз. Кеттік музыка. 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 Очки bir, очки iki, очки iki жарым. Отыра беріңіздер, маған көрсетпей. Қайда очки, қайда? Күн ыстық еді ғой бағанда. Рахмет. Енді партасы әкелді ғой мен екен. Мені киіп алыңыз, көзіңізде сізге мошын жарасады осы. Қазір сізге. Ол мені әкеліп тұр ғой, қандай керемет. Есіңіз кім аға? Оған жағына бір приз беріңізші. Апай, тағы береді сізге. Құдайға шүкір, апайда жеткілікті. Очкисіздер бере беріңіздер, егелеріне сынбай тұрып берейік. Мен жол нәрсені айтамын ғой, сол табылу керек қой осы жерде. Айгүл, қайтпа. Айгүл бірінші орын алайын деп тұр қазір. Айгүл бірінші орын алайын деп тұр. Қазір әйелдердің көлігі дейін айыл отырыңыздар шешіп беруге. О, қошемет ұрып қойайық. Міне, тапсырмынан қаяғы кеп, қуаншағаныз қайда, мінеке аға. 2 ай сарын алмайсыз енді, рахат болды. Ал, кеттік музыка. Женские туфли, қайда, женские туфли. Басадошка болмай, туфли. Шүкір, осында тауып келгенде шүкір. Барын айтпайсың, мені ұрыспағанда шүкір бұл кісілердің.
Енді женский мужской ұқсап тұр ма? Иә, болды. Қазір көреміз мужскойлардың қандай болады деген. Рахмет. Ал кеттік әрі қарай. Музыка. Неше уақыт өзі? Төрден сақталып па? Келіпті ғой мұны әқа. Қалып қойдыңыз ба? Бақаға қойыңыз. Газеттегі артта көрдіңіз сіз қандай болып отырмын? Ашып тұрсаңыз, бір кісі кетіп қалды. Кеттік па? Ағарасаңызшы, ой, аға қандай керемет. Арақ ішеді, коньяк закускасында. Қандай керемет. Қауыма, журавлей, мінеке 25 жылдықтардың тойында деген арақ екен мынау. Рахмет. Егесіне берейік. Қоя беріңіздер мына жерге. Керек адам алып іше береді өздері. Мен азайып баратырмын ба? Сіздер азайып баратсыздар ма? Көрген болдық. Мен ағайға риза болып тұрмын. Айгүл апайға риза болып тұрмын. Мен әлі қалмай келе жатыр. Осы жолы қалдырамау деймін сізді. Ал кеттік. Музыкой көйлек бір, көйлек екі. Аға таймасаңызшы. Көйлек қайда? Берсеңіздерші құдай, көйлек бір жарым екі. Міне, ағыз фигуралар. Үш, қайда кетті? Қайда кетті? Айгүл айтты, Торшын қаласы деді мұшы. Айтқандай деді. Қанекей. Енді бұлай қарай, сіз келіңіз, Айгүл апа, келсеңізші бері. Айгүл, келіңіз, ренжімеңіз. Мен боксының орнына сізді жайғастырайын деп жатырмын. Көрдіңіз ба, көйлекті әдейі шешпей, сізге орындайын деп отыр ғой міне. Оны деп шешіндіріп отырсыз енді, қалғаны. Әбден көйлек шешіп беріңге бұл жеңгем бәрі. Рахмет, көйлекті өзіне берейік. Сіз де шешіп дайындамадыңыз ба? Ал, үшеуміз қалдық, бас жүлдеге дайын болайық. Кірмәшіне дайын ба апай? Рәстапай дайын ба кірмәшіне? Дайын. Ал, кеттік. Айгүлдерде бұлай қордады соңына дейін алып қалам деп енді ол кісілер енді шешті үйренген дайын отырады сөйлемен ол кісілер қандай керемет міне қайыр уақытта да дайын бұл кісілерді ақыр қалдым мен ақыр қалдырды тәтеме приз беріңізші Айгүл тәтеме аяғына дейін қошемет ұрып қояйын аты не деген мынаны қояйын күлім келмей қалды ғой егелеріне берейік, бас жүлдеге таласамыз енді. Бас жүлдеге қиындау болады ау енді. Бас жүлдеге қиындау болады ау. Ал кеттік музыка. Апай үйреніп алған, кім үйреніп?
5000 tenge 2, 5000 tenge 2,5, 5000 tenge шақырғанымыз соraға. Bitti. Қаншаға жұмыс істемей қапты ма? Бүгінгі осы әкемден қаншамада бақ жұмыс істейді деп өзі. Қаны? 5000 теңге кімден алдыңыз? Сізден алды ма? Бересіз ба осы ақшаны осы кісіге? Қапаларға? Жоқ, бересіз ба? Менде ақша жоқ болса береді. 2,5 теңге қапалам дейді. Осы кезде бастап пайдалатып 2,5 бересіз, 2,5 сізге. Қане бір приз бергізші. 2 приз. Әзілдеп жатырмын, әрине ақша кімге керек емес, баршамызға керек қой. Сол 5000 теңгенің басын бұзбай ағамызға беріңіз. Әрекеңмен ұятты. Мінекей, мынаның өзі сізге 5000 теңге тұрады, құйыршықтелген шай, 5 жыл ішпесеңіз де 5 ай ішесіз деп жатқан қой. Мынау енді жаңа ойыннан шығып кеткен. Дармайын деп жатырмын, сыр елінде сабынымен жұмыс көрсін деп жатырмын. Бір жескі беріңізші енді, апайға. Келікші менің қасына келіп тұршы, өзіңізге ұқсайтын подарок келіп қалмай кетті деп. Қошеметтеп қояйық. Мына керемет подарок мына жақта жүр, ой құдай-ау. Тілектерімізді алып алайық, сонан соң әрі қарай ойынды жалғастырамыз. Анау үлкен коробкедегі приз таусылмайша қайту жоғынан. Бүгіндегі 74-тердің әйелдері деп қойыпты. Қылабары айна бастаған. Оң қолы Айжан, сол қолы Анар, барып кел шауып келдері Айнұр Бақыт, Айгүл Айнагүл, Қалдаш Айко, Энжур Зейнегүл, Бағдат бастаған 74-тің әйелдердің қошеметі ортаға екен әйел. 74-тің әйелдері, сұлу азаматты келіншектер. Керемет 74-тің келіншектеріне риза болып тұрмын мен. Ол кісілерге емес ағаларына риза болып тұрмын. Қандай керемет тіпә-тіпә компиді баптаған, 18-дегі қыз райып сақтаған. Көрсең көзін қояды, құшақтасаң құшағын қояды, ағаларға риза мен мінекей. Екі беті алғандай, аяқ болып балғандай, сұлу сымбатты шеңгелермен тілекті жалғай, айнаға аяғында. О, мінекей, ұсыз ба хабар